Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге SMG Education білім беру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік Рамазанұлы. Сіздермен бірге бүгін көп сатылы өрнектер тақырыбына байланысты есептер шығаратын боламыз. Назарларыңызға берілген есеп өте қарапайым есеп. 5-ші сыныптың 1-ші тоқсанының программасы бойынша 1,5-2-ге 1,5-2 қосылып тұр алымында, бөлімінде 4,5-3-тен 1,3-тен азайтылып тұр. Осы есепті шығарып көрейік. Көп сатылы өрнектерді шығару үшін осы есепті алдымен шығарайық. 1,5-2-ге 1,5-2-ні қосқан кезде 2,5-4 болады. 4 алынған 1, мына 4-нен мына 1 азайтамын, сол кезде 3 қалады. 5 пенен 3-тің ортақ бөлімі 15. 15-ті 5-ке бөлетін болсам 3 болады. 15-ті 3-ке бөлетін болсам 5 болады. Енді 9 санынан 5 санын азайтамыз. Сол кезде 4. Енді 2,5-тен 4 мына бөлшегімізді мына бөлшекке бөлу керекпіз. 2,5-тен 4 дегеніміз бұл біріз бөлшек түрінде 5-тен 14 болып жазылады. Соны бөлу керекпіз 15-тен 49-ға. Дұрыс қой. Яғни бірінші бөлшегіміз орнында қалады. Екінші бөлшекті біздер көбейтуге алмастырамыз, мына бөлу амалын. Сол кезде орындармен алмастырып жазамыз. 49 бөліміне кетеді, 15 алымына кетеді. Енді 49 менен 14-ті қысқартамыз. 14-ті 7-ге бөлсек 2 болады. 49-ды 7-ге бөлсек 7 болады. 5 пенен 15 сандарын 5-ке қысқартамыз. Сол кезде 5-ті 5-ке бөлсек 1. 1-ді негізі жазбай қойсақ та болады. 15-ті 5-ке бөлсек 3 сан шығады. Сондықтан 2-ні 3-ке көбейтеміз 6 дейміз. 6 санын жазамыз. Бөлімінде 1 мен 7 көбейтіліп 7 болады. Жауабы 7-ден 6. Дұрыс қой. Енді келесі есебімізді мен сіздерге көрсетпес бұрын бір нәрсені үйретіп кетейін. Мысалға, оқушылар қараймыз. 2 бөлінген 3 бөлінген 5. Осындай бөлшек болсын. Тағы да 2 бөлінген 3 бөлінген 5 деп осылай жазайын. Үстіндегісі басқа, астындағысы басқа. Егер тең белгісі мына жерде тұрса, бұл басқа өрнек. Тең белгісі мына жерде тұрса, бұл басқа өрнек. Бірінші көрсетілген жағдайда 2 саны 5-тен 3 бөлшегіне бөлініп тұр. 2 бөлініп тұр 5-тен 3-ке. Ал екінші жағдайда 3-тен 2 бөлініп тұр 5-ке. Түсінікті ғой? Мына тең белгісіне қарай отырып шығарамыз. Бірінші жағдай бойынша бүтін сан бөлшек санға бөлініп тұр. Яғни 2 деген бүтініміз 5-тен 3-ке бөлініп тұр. 2-ні орнында қалдырып, көбейтуге алмастырған кезде 3-тен 5 болады. Сонда 2 менен 5 көбейтіледі да 3-ке бөлінеді деген сөз. Ал астында бізде 3-тен 2 5-ке бөлініп тұрғандықтан 5 дегеніміз ол 5 бөлінген 1 ғой. Сондықтан мына жерде көбейтуге алмастырамыз бөлу амалын. Енді 5-тен 1 деп жазамыз. Не үшін? Себебі бөлуді көбейтуге алмастырғанда екінші бөлшек орындармен алмасады. Сол кезде 3 пенен 5 көбейтіліп, алымына 2 жазылады екен. Енді құрметті оқушылар, назарларыңыз мына жақта болсын. Ең бірінші бөлшек бастапқысымен ең соңғы нәтижесіне қарайық. Екіншісінде де дәл солай. Нені байқап отырмыз? Егер бүтін сан бөлшек санға бөлінсе, сол бөлшек санның бөлімі, яғни мына 5 деген сан, алымына 2-нің қасына көбейтіліп кетеді екен. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай. Ал егер де бөлшек сан бүтін санға бөлініп жатса, мына бүтін сан бөлшектің бөліміне көбейтіліп кетеді екен. Мынандай болып. 2 бөлінген 3 көбейтілген 5 болып. Түсінікті ме? Видеоны паузаға қойып, осы жерде дұрыстап түсініп алыңыздар. Ал енді құрметті оқушылар, барлығы түсінікті болса, бұл есебіміз өте оңай шығарылады. Мысалға қарайық. 4 санына 2-ден 1 саны қосылып тұр, бөлшегі. 4-ке 2-ден 1-ді қоссақ, 4,2-ден 1 шығады. Ал 4,2-ден 1-ді біздер білеміз. 2-ден 9 деп жазуға болады. Себебі 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 8-ге 1 қоссақ 9. Үстінде 3 тұр, алдында 5 минус тұр. Біздер білеміз, мына жерде бүтін сан 3 деген 2-ден 9 деген бөлшекке бөлініп тұр. Сондықтан мына 2-ні мына 3-тің қасына көбейтіп жібереміз. Бұл дегеніміз сонда былай ғой.
5 алынған 3 көбейтілген 2 бөлінген 9 болып кетеді. 3 пенен 9-ды қысқартамыз, астында 3 болады. Сонда 5-тен 3-тен 2-ні азайтып жатырмыз, міне. 5 алынған 3-тен 2. 5-ші класстың программасы естеріңізде болса, 5-тен 3-тен 2-ні алуды білеміз. 5-тің 1 бүтінін қарызға сұрап аламыз, 4 бүтінді қалады. 1 бүтінді мына бөлшектің бөліміне қарап тұрып, 3-тен 3 деп аламыз. Алынған 3-тен 2. Сол кезде жауабымыз 4 бүтін 3-тен 1 шығады екен. Түсінікті ме? Құрметті оқушылар, келесі есебімізді тағы да қарастырайық. Осының алдындағы есепке ұқсас есеп, өте ұқсас. Сондықтан бұл да оңай болады. Қарайық. Мысалы, 6 санынан осы бөлшектің барлығы алынып жатыр. Біздер мына жерден бастаймыз. 4-тен 3-тен 2-ні азайтамыз. Біздер 4-тен 3-тен 2-ні азайтатын болсам, 4 дегенді 3 бүтін 3-тен 3 деп алам. Азайтамын 3-тен 2-ні. Сол кезде 3 бүтін 3-тен 1 қалады. Дұрыс па? Бұл дегеніміз 3-тен 10 ғой. Сондықтан мынаны өшіріп тастайық. Орнына 3-тен 10 деп жазайық. Дұрыс қой? Яғни 2 деген санымыз 3-тен 10-ға бөлініп тұр. Мына 3-іміз мына жерге көбейту 3 болып кетеді. Дұрыс қой? 3-ті алып тастайық. Енді 2 және 10 сандарын қысқартамыз. Астында 5 қалады. Сонда бұл жерде бізде 5-тен 3 деген бөлшек қалды деген сөз. Мынаның барлығын өшіріп, орнына 5-тен 3 деп жазайын. 5 саннан 5-тен 3 алынып жатыр. Қарайық. 5 алынған 5-тен 3. Әдеттегідей 5 деген санымызды 4 бүтін, 1 бүтін қарызға сұрап алдық. Екінші бөлшектің бөліміне қарап тұрып, 5-тен 5 деп аламыз. Азайтамыз 5-тен 3 санын. Сол кезде 4 бүтін 5-тен 2 саны шығады екен. Яғни мына бөлшектің орнына 4 бүтін 5-тен 2 деп жазуға болады. Немесе 4 бүтін 5-тен 2 дегеніміз бұл 5-тен 22 деген сан. Сондықтан 5-тен 22 деп жазамыз. Тағы да бүтін санымыз бөлшек санға бөлініп жатыр. Сондықтан мына 5 мына жаққа көбейтілген 5 болып барады. Мына жақтан алып тастаймыз. Енді 2 саны мен 22 санын қысқартамыз. Бөлімінде 11 қалады. Ең соңында, құрметті оқушылар, 6 алынған 11-ден 5 саны қалады. Осы өрнек шығарамыз. 6 дегеніміз әдеттегідей тағы да 5 бүтін 11-ден 11 деп аламыз. Себебі екінші бөлшектің бөлімі 11-ге 11 болып тұр. Осыдан азайтамыз 11-ден 5 санын. 5-тен мынаның бүтін саны 0-ге тең. 5-тен 0-ды азайтатын болсақ 5 болады. 11 бөлімінде қалады, ортақ бөлім ретінде. 11 санынан 5 санды азайтатын болсақ 6 қалады. Сонда жауабы 5 бүтін 11-ден 6 болады екен. Құрметті оқушылар, келесі есебіміз сәл басқаша берілген, бірақ та бұл есептің ешқандай қиындығы жоқ. Қарайық. Бұл есепті қалай шығару керекпіз? Ең алдымен мына бөлшекті қарайық. Бұл бөлшек аралас бөлшек, бұны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3-тен 7 болады, егер де білетін болсаңыздар. Келесі бөлшегіміз 1,7-тен 1, бұл 7-ден 8. Келесі бөлшегіміз 5-тен 6. Сондықтан 5-тен 6-ға көбейтеміз дейміз. Мына сызық нені білдіреді бізге? Бөлу амалын білдіреді ғой. Сондықтан бөлу амалын біздер көбейту ретінде жазамыз. Сонда астындағы барлық мына бөлшек барлығын қазір бұрыс бөлшекке айналдырып, бірақ та алым мен бөлімін кері қарай жазамыз. Алмастырып, яғни. Ең бірінші бөлшегіміз 3,5-тен 3, ол негізінде 5-тен 18. Бірақ біздер бөлшектің бөлімін, бөлу белгісін көбейту ретінде алмастырып жатқандықтан 18-ден 5 ретінде жазамыз. Екіншісі 3-тен 14. Бірақ та біздер 14-тен 3 деп жазамыз. Келесісі 7-ден неше? 48. Дұрыс қой. Сондықтан көбейтілген 48-ден 7 деп жазады екенбіз. Енді қысқартуларды орындайық. 7 саны мен 7 санын қысқартамыз. 3 саны менен 3 санын қысқартамыз. 5 пенен 5-ті қысқартамыз. Бірдейлерді қысқартып алып жатырмыз. Енді 6 саны мен 18-ді қысқартатын болсақ, 18-дің ішінде 3 рет 6 бар. 8 саны менен 48 санын қысқартатын болсақ, 48-дің ішінде 6 рет 8 бар. 14 пенен 7-ні қысқартсақ, 14-дің ішінде 2 рет 7 бар. Яғни алымында ешқандай сан қалмады. Ол дегеніміз алымы 1-ге тең деген сөз.
3-ті мына 2-ге көбейтсек 6, ол 6-ны мына 6-ға көбейтсек 36. Сонда жауабы 36-дан 1 екен. Түсінікті ғой? Құрметті оқушылар, бұл есепті шығармас бұрын өздеріміз шығарып көрейік. Видеоны паузаға қойып, өз білімімізді тексерейік. Мен сіздерді күтейін. Сіздерде шыққан болар деп ойлаймын. Енді бұл есептің шығарылу жолын мен сіздерге көрсетіп өтейін. Тағы да әдеттегідей бір саннан 2-ден бір санды азайту керекпіз. 1 дегеніміз бұл 2 бөлінген 2 деп аламыз. Себебі бұның бөліміне қараймыз, мына бөлшектің бөліміне қараймыз. 2-ден 2-ден 1-ді азайтсақ, тағы да 2-ден 1 қалады. Тағы да 1 деген бүтін санымыз 2-ден 1-ге бөлініп жатыр, сондықтан мына 2-ні алып тастап, алымына көбейтіп жібереміз. Сонда 1-ді 2-ге көбейтіп 1-ге бөлсек, тағы да 2 шығады. Енді 5 саннан 2 санын азайтсақ, 3 саны қалады. Дұрыс қой. 7-ден 3-тен 1-ді азайтамыз, яғни 6,3-тен 3, алынған 3-тен 1, есептің жауабы шыға келеді екен, 6,3-тен 2. Түсінікті болар деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет. Өте оңай тақырыбымызды қарастырдық. Осындай типтес есептерді енді оңай шығарады деп ойлаймын. Барлығыңызға сәттілік.